Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтарың жоқ? Себебі? Жақсы. Балалар, бүгін тақтаға назар аударсаңыздар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы «Сен үшін бір басымды құрбан еттім». Яғни біздегі бұл бақытсыз Жамал романынан. Жамалдың бейнесі арқылы. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерге жақсы тілек ұсынсам деп отырып, мына қобдишадан келіп, өздеріңізге ұнаған карталарды алып, сол жердегі мотивациялық ритмдік сөздерді, яғни тілек сөздерді жалғастыру арқылы сабағымыз бастайық. Келісеміз ба? Жақсы, келе қойыңыз. Тездетіңіз. Сіздерге арналған бірінші, екінші емес, барлықтарыңыз келеміздер, бұл жерде әлі көп басталған жоқ. Жалпылама сыныпқа арналған. Керек па? Жалғасын табамыз. Жазбаймыз, сөзбен айтамыз. Мен қазір сіздерге бір минут уақыт берейін, ойларыңызды жинап алыңыздар. Кімге қандай сөз түсті, соны аңыз аталған кезде не істейсіздер? Орындарыңыздан тұрасыздар да оқып айтамыз. Яғни сол жылы тілек сіздерге сабаққа деген көңіл күйлеріңізді көтеріп, болашаққа деген сәттілік болсын деген мақсатта. Жарай ма? Алаптының тұлпарын мініп алға бас, ғылымның ішінен бағалы гауһар тас. Жарайсың, тамаша. Ал, айта бер осында тұр. Ізденпаз болсаң ғана озасың, білімнен бақыт кірпін табасың. Тамаша. Шола. Ең болсын бағым тұрар біліммен тәрбиесін шықпен. Тамаша. Кітаптарсан бағым шақыра басын біліммен аттанды. Жақсы. Кітаптарсан бағалашық ілімін жақыра басын біліммен аттанды. Таңын? Жақсы. Сиқыр ғойсиясы тоқалын, әсірін ашқыны, аттан алып. Тамаша. Тағы. Бейбарсыз айта ғой. Көкірегіңді білім нұры тербесін, жалқаулыққа жаның орын бермесін. Тамаша. Абылай. Оқу болсын сен үшін жақсы әрекет, білім алу ол деген үлкен еңбек. Тамаша. Жолының бірде қашмас қайрат пен еңбек, жетістікке жеткізесің өзіңді сен. Өзіңді сен. Жетістікке жеткізесің өзіңді сен. Қанша бар ма? Шығар бойындағы талабым, көкке самғап қалмай ұшсын қанатым. Әрине. Көкке ұшсын талмай қанатын. Бар ма? Бар апа. Ал әлде. Ол отырма білім іздеу режим бол, пайда келсін еңбегіне де қалма. Еріне де қалпына? Жақсы. Айта ғой. Ұстаз берген тәнімді санаға, білім жолын шын жүрекпен ал. Тамаша. Мәкшіп, Айта ғой. Айта бер. ашпай рәпсіз сыға бағын кесіп. Тамаша. Тағы. Бар ма тағы? Білімнен терең бойлап, егіне сүйретсен жасын қыл. Ақтағансың қиындық пен кедергі, білім саған берсін бедерді. Қандай жылы тілек арнадыңыздар, я? Сабаққа арнайы сәттілік тілеймін. Үйге не берілді? Үйге қандай тапсырма берілді? Бақытсыз Жамал. Бақытсыз Жамал, не істейміз? Сол романдағы кейіпкерлердің мінезін ашатын сөйлемдеп берді. Еріп жарату, әрине. Кім бар? Мен жұмысын оқиын, Бейбарс оқиын. Жамал, өзі ақылды, өзі сұлу, өзі оқыған, мінезі де қандай? Сәрсенбай, баймен құда болса, беделіміз артады, малымыз көбейеді. Ғали, өз заманының озық ойлы жасы еді. Жұмаш, ауздан ағай кіріп көгет шығады. Көкірегінде соқыр наразылықтан өзге ештеңе жоқ еді. Оқыған көзі ашық, өте сыпайы, ашық жақын қыз. Бұл Жамал. Шынбай, баймен құда болсақ, беделімізді артады, малымызды көбейеді. Ғали, заманның озық ойлы жасы еді. Жұман, көкірегінде соқыр наразылықтан өзге ештеңе жоқ еді. Тамаша. Бұл Жамал жасынан зеріп оқуға ынталы болды. Бұл өзімді Жамалдың ақылды білімге құштар екенін көрсетеді. Еркіндік қалайтын Жамал өз сенім тағдырғысы келді. Мұнда оның еркін ойлы өз тағдырына өз қожа болғысы келетін мінез байқалады. Сезімге адалдығы, Ғалиға деген махаббаты оның жүрегінде өшпеді. Жамал адал сезіммен берік шынайы махаббатты жоғары қояды. Қайсарлығы мен ішкі қарсылығы, жүрегіне қарсы болғылық тағдырына
тапсырмаға мәжбүр болады. Тамаша. Жамал зұлдықпен тиген күйеуіне көнбей өз басшығын сүйіп және еркіндік қалаған қыз. Ғали Жамалдың бас бостандығын ойлап және онымен қосылғысы келді. Жұман оқымаған, тоқымаған, өмір көрмеген, көкірегі ояу емес адам. Тамаша. Бүгінгі біздің сабағымыз мақсаты балалар, тақтаға назар аударсаңыздар, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдау және оларға тура жанама мінездеме беру, сонымен қатар шығармаладағы материалдарды рухани жағынан, құндылығы жағынан естейміз, заманмен салыстырып жаңашылдыққа баға беру. Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөліп алайық. Мына жерде сіздерге арналған міне топқа бөлу картасы бар. Бұл жерден келіп өздеріңізге ұнаған түстен алсаңыздар. Бірінші, екінші, үшінші топ. Тақырып бойынша сіздерге видео материал ұсынамын, соған назар аударыңыздар, жай ма? Қымбатты шәкірттер, Нұржан Бұланұлының бағытсыз жаңа заманын орындамай отырып, біз тек шығармамыз тұтас бір дәуірдің тағдырын талқыладық. Бұл ұлттың мұнымен еркіндік деген ұмтылысын ұғындырған рухани сабақ. Негізгі түйін тағдыр мен таңдау. Жамалдың қасіреті оның әлсіздік емес, надандық пен ескі салты құрсауы. Оның образы еркіндікті аңсаған, бірақ таңдау құқығынан айырылған мыңдаған қазақ қызының үнсіз сары. Автордың үні. Нұржан бұл туындыда оқырманды мұңайту үшін емес, адамның бақыты оның өз қолында болуы тиіс деген оймен ұлт санасын ояту үшін жазды. Түйін, біз бұл шығармада білімнің бостандық, ал адам қадірінің қоғамның басты құндылығы екенін түсіндік. Сендерге аманат. Жамал бізде бақытсыз Жамал романы. Я білеміз ғой, бұл бізде соңғы қорытынды сабақ, яғни баға беру сабағы бар, я. Енді бұған дейін біз таныспыз, я. Ол жерде қандай кейіпкерлер болып еді, кім атап өтеді? Бейбарыс айта ғой. Ол жерде басты кейіпкер Жамал болып, және оның сүйген адамы Ғали болып, ал сүймеген адамы Жұман, әкесі Сәрсенбай, анасы Шолпан. Енді біз жеке тапсырмалар орындаймыз. Ол үшін мен сіздерге бұл не? Видеограммасы ғой. Видеограммасы, яғни салыстырамыз. Не салыстырасыздар? Сіздерге мына жерде QR-код арқылы берілген. Қазір қаратып беремін. Сол бойынша телефондарыңызды сканерлеу арқылы осы жұмысты осы қағазға түсіріп орындаймыз. Түсінікті ме? Келесі жұмыс бізде микротұстар деп аталады. Бұл жерде де ашсаңыздар сіздерге QR-код ұсынылған, я? Осыны сканерлеу арқылы сіздер не істейсіздер? Тапсырманы орындайсыздар. Түсінікті ме тапсырма? Сосын сіздердің алдыларыңызға жаңа мен топқа бөлген кезде аңғарсаңыздар бағалы қарағым бердіктер. Кім үй жұмысын оқыды, кім жаңа мотивациялық біз топтың басына ритм сұрақтарға жауап берді, өздеріңізді бағалап отырыңыздар, мына жерге галочка түсіріп. Яғни бағалау осы сіздерге. Сабақтың соңында кім қанша балл алды, осымен істейміз, қорытынды жасаймыз. Жарай ма? Ұмыт кетпеңіздер, осыны бағалап отырамыз. Телефондарыңызды алыңыздар да, сканерлей беріңіздер жұмыстар. Жетті ме бағыттарыңызға? Телефон арқылы орындайсыздар. Кім динамикартысын алды, телефон арқылы орындайсыз, онлайн платформада берілген. Жарай ма? Бір-біріне сәйкестендіресіздер. Суретке назар аударыңыздар, көрсетілген, бұл суретте сөйлейді, сурет, тамаша, жарайсыздар.
bayqadыңыздар ма? Жұмыс орындау барысында. Аяқтап қойдыңыз әлі? Болды, аяқтап қойсақ, кең байланыспен жауаптарыңызды айта беріңіздер, уақыт қалмай. Ал кім болды? Кім шұғыла? Бұл жеке жұмыс балдар, біз бұғана тоқтық емес. Жаңа айттым ғой, жеке жұмыс. Бұл жерде қарасаңыздар, онлайн сәйкестендіруді орындайсыздар және ең диаграммасын толтырасыздар дедім, иә? Ол жерде сканермен QR-код арқылы сіздерге тапсырма берілді. Заманауи тұрғыда сіздерге қыздардың жаңағы түр әлпетіне назар аудардыңыздар ма? Сонымен орындайсыздар тапсырма. Бұл жердегі дескриптор қараңыздар, иә? Мәтін ішінен теңеуді дұрыс табу, одан кейін метафораны анықтау, одан кейін автордың кейіпкерлерге қатысты қолданылған иронияны естисіз ажыратасыздар. Ол жерде мысал беріп тұр сіздерге. Ал келесі біздегі мен диаграммасында естисіздер, бұл жерде 1910 жылғы ескішілдік қалыңдықтың түр сипаты берілген. Ашып қарасаңыздар, иә? Соны сипаттайсыздар. Одан кейін 2026 қазіргі заман біздің ол жаңашылдық, яғни еркіндік, тең құқық талдаймыз. Бұл жерде екі заманға деген не ортақ рухани құндылық. Соны көрсетесіздер, ашып бере ма? Кім дайын? Сізде қандай тапсырма еді? Метафора ирония теңеуді сәйкестендіру. Қалың малды ел, қыздың баға деп түсіндірген метафора. Болысты ел әділ парасатты деп атады, бұл ирония. Жамалдың жүрегі мұздай қатып қалғандай еді, бұл теңеу. Жамалдың жүзі айдай нұрлы еді, бұл метафора. Надандық қазақ қыздарының маңдайына жазылған сор еді, метафора. Жамалдың көңілі қара бұлттай түнеріп кетті, бұл теңеу. Жамал ескі салттың құрбаны, ирония. Ескі салт қыз өмірін жалмаған қара түнек, ирония. Қызды жылатып алған құдаларды ел жөн білдіретіндер деді, бұл теңеу. Тамаша. Жақсы. Қызды жылатып алған құдаларды ел жөн білдіретіндер, бұл ирония. Жамалдың көңілі қара бұлттай түнеріп кетті, бұл метафора. Жамалдың жүзі әділ еді, теңеу. Болысты ел әділ парасатты деп атады. Тамаша. Яғни біз әдебиет шаһарында иронияны және теңеуді метафораны ажырата аламыз романнан, иә? Сіздерге берген ізмерлерді ажыратып жазып. Бұл жерде қарасаңыздар, екі дәуірдің адамдары суреттелген. Яғни кім? Bir жағында қараса 1910 жылдағы қыздың түр келбеті. Келбеті суреті екінші жағда заманауи қазіргі қыздың түр сипаты берілген. Не қиыншылық екеуін салыстыру мақсатында жаза саламыз. Тапсырма. Егер сіздерге қиындық болып жатса деп естеріңізге түсіру үшін QR-кодқа мен сөйлетіп салып қойған. Соны тыңдайсыздар да жазасыздар болды. Дайынсыз ба? Ескі салт қыз өмірін жалмаған қара түнек, ирония. Надандық қазақ қыздарының маңдайына жазылған сор еді, метафора. Болысты ел әділ парасатты деп атады, теңеу. Жамалдың жүрегі мұздай қатып қалғандай еді, метафора. Қызды жылатып алған құдаларды ел жөн білетіндер деді, теңеу. Жамалдың жүзі айдай нұрлы еді, метафора. Жамалдың ескі салттың құрбаны, ирония. Қалың малды ел қыздың бағы деп түсінді, ирония. Жамалдың көңілі қара бұлттай түнеріп кетті, теңеу. Тамаша. Екі қызды салыстырды, тыңдадың видеоны, иә? Не жайында жаздың? Менің тағдырым балғалай қуанған сол әкесінің бері мен әкесінің келісімі мен өлім көзін ашқан байланды. Келесі салыстырманы бәне. Арсен оқы қойшы. Арай оқы қойшы. 1960 жылда қыздың тағдырын ата-анасы шешеді және өз тағдырын таңдамайды, үлкеннің айтқанын істеу. Және қазіргі заманда өз махаббатын өзі таңдайды, бірақ
қарап үлкендердің рұқсатымен істеу. Және ұқсастықтары қазіргі заманға дейін бұл аттас бұл бар және оны қарсы бола алмайды. Салт дәстүрде бұл міндетті. Тамаша. Екі заманға ортақ рухани құндылық, махаббат бұл жерде, иә? Бізде қазіргі заманда махаббат бар ма? Бар. Жоқ па еді? Бар. Намыс бар ма? Бар. Тағы не бар? Жаңашылдықта еркіндік көбірек па, басымырақ па? Еркіндік басымырақ. Ал Жамалдың тұсында не болды бізде? Ол жерде теңсіздік жоқ, иә, қалың малдың құрбаны болып, әділетсіздіктің құрбаны болып отыр Жамал, иә. Жақсы, тамаша, өздеріңізге балдарыңызды бағалау шкаласына көрсетіп қойсаңыздар, жаңағы орнатып тапсырма орындағандарыңыз, жарай ма? Келесі тапсырмаға көшеміз. Бұл бізде жұптық тапсырма, қараңыздар. Мынаны білетін жастар? Білесіз ба? Әрқайсыңызда жеке страницаларыңыз бар, иә? Бұл жұптасып орындайсыздар. Ол жерге не істейсіздер? Бірінші не болу керек бізде? Аба болу керек емес па, иә? Ол жерге не саламыз? Жамалдың бейнесінен үзінді романынан, иә? Бақытсыз Жамалдың. Мұнда не істейміз? Мұнда комментарий жазасыздар, иә? Мұнда пікір жазасыздар. Міне, жұптасып отырып орындайсыздар. Тез. Сен кіммен жүріп қой? Абылаймен жүріп қой. Тез. Сурет саласың. Ол жердегі дискриптора қараңдар. Романға ашамыз. Одан кейін басқа кейіпкер атынан Жамалға баға береміз. 3 балдық балмен бағаланасыздар. Тездетейік. Бірінші абаға әдемдеп жаңағы мультфильм түрінде болсын, пост жазасыңдар ғой қазір. Мына жерде пост жазамыз, жарай ма? Алдыңызда маркер бар, пайдалансаңыздар болады. Сен пост іздей бермеймісің, комментарий жазасың. Пост не керек? Нақты басты кейіпкер Алимен Жамалды салсаңыздар да болады. Сосын мұнда пост жазасыздар, астына пікір қалдырамыз. Тездетейік балалар. Міне, осы жерге көрсетесіздер. Одан кейін не жазасыздар? Жамалдың іс-әрекетімен мұңын мына жерге пост ретінде көрсетесіздер. Одан кейін бұл жерге тура мінездеу, абат арасына тура мінездеу жайында жазсаңыздар болады. Өте әдемі, иә, тамаша. Кім болды? Міне епсай алу бар. Қайсы көрсетші? Бұл жерде бізде не бейнеленіп тұр? Бұның бейнесі, Ғалиның бейнесі бейнеленген, иә? Енді сен қандай пост жаздың оқи ғой? Балалар тынышталайық, тыңдайық. Менің есімім Ғали. Нұрмаш, Мен жиында кездейсоқ ән айтып халықтың жүрегін жауладым. Және Жамал деген сұлу қызбен таныстым. Ал пікір келетін болсақ, керемет әділ. тапсырма толық орындалған жоқ. Пікір толықтырамыз ба? Келесі тапсырма бізде қараңыздар балалар. Топтық жұмыс, ол жерде болды, уақыт аяқталды. Келесі тапсырма бізде топпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде кейіпкерлер галереясын тұрғызамыз. Бұл жерде басты кейіпкер сабақтың басында есіңізге түсірсін сұрақ жауап арқылы айттық қой. Кім бар еді? Жұман бар, Ғали бар, иә? Сосын Сәрсенбай бар, Байжан бар, иә? Міне, QR-код арқылы тез-тез залында жұмыс жасаймыз. Бұл топтық жұмыс, форма тапсырма берілді. Қараңыздар, бейнеленген соң. Не істейсіздер? Бұл жерге галереяны түсіресіздер. Кім берілмеді сіздерге? Болды. Болды ма? Дискреттерға назар аударыңыздар. Кейіпкерлердің сыртқы келбетімен, мінезін мәтіннен тауып сипаттайсыздар. Байжан қандай адам? Жұман қандай адам еді? Жамал қандай адам еді? Байжан қандай адам еді? Салыстырыңыздар да жазыңыздар. Кейіпкерлердің іс-әрекетімен сөйлеген сөзіне қарап олардың тұлғалық не істейміз? Қасиеттерін талдаймыз. Яғни бұл жерде Жамалдың 5 кейіпкерді алып, негізгі кейіпкер. Соларды көрсетесіздер. Әр мінездеме шығармадан нақты дәлел келтіріңіздер. Суреттейді ғой.
Мысалы, жұманды қалай суреттейді? Таз жұман деп айтады, иә? Естеріңізде ма? Жұманың 3 жұман болатын, соның ішінде таз жұманды кімге? Жамалға айттырып қояды, екеуін бірге аттастырып, иә? Соны жазыңыздар. Кейіпкерлердің іс-әрекетіне заманауи тұлғадан баға беріп, автордың олардың неліктен солай сомдағанын түсіндіреміз. Тез-тез жұмыс жасайық, жүкпен жұмыс жасаймыз. Ол жерде сурет салмаймыз, жазамыз. Сіз күйаз ашқан кезде сол суретке қарап, сол жерге мезгіле бересіз. Бұл жерде жұманды біттіңіздер. Келесі кейіпкерлер қайда тез етпейсіңдер? Біреуін ғана жазып қойып жүкпен жасайсыздар осы. Болдық па? Бесеуінде аяқтап болғандар бар ма? Нағылықта бар ма барлығын жазып болған адам? Жаза қойыңдар. Байжан қандай? Сәрсенбай қандай? Оның ішінде Жамал қандай еді? Сізде кім? Алихан? Айтал. Сәрсенбай өте жаман, мейірімсіз, аяушылығы жоқ, өзінің туған Жамал есімді қызын ақшаға бола аттастырып қойды. Ақшаға бола билікті қалап, қызының тағдырын ойламады. Аттастырып қоя салды. Аттастыр, өзінің қаламаған, сүймеген, жегенген, аттастыр. Тамаша, екі кейіпкер аяқталды. Оқылғы. Бәрі болды ма? Тоғым мен болдым. Мен емес, топпен орындаймыз. Тамаша, бұл жерде Байжанды. Оқиға кім? Жамал. Жамал көрікті, ұяң, қарапайым сұлулығы бар қыз. Жанарынан мұң сезіледі, мінезі сабырлы, ақылды, ар намысын жоғары қоятын, мейірімді. Еркіндікті қаласа да заманның әділетсіздігіне қарсы тұра алмайды. Тамаша. Қандай әдемі сөйлетпеу. Али, Жамалды шын сүйіп қоңырға қарсы тұрмауын әділетсізге көрмейді, бірақ әрекеті әлсіз Жамалдың тағдырына ашық салмайды. Жақсы, тамаша. Мына топ болдық па? Тамаша, бірінші топ аяқтады, жұмысты жарайсыздар. Өздеріңіздің бағалау парақтарыңызға бір балды көрсетіп қойыңыздар. Сіздер де болдық па бесеуінде? Бесеуінде аяқтадық па? Оқи ғой. Кімді оқисың? Кімді аяқтадың? Сырыш, кімді қол басар қой? Кімді оқыды? Сәрсенбай оқыды. Келесі. Байжан өз пайдасы ғана ойлайтын адам қалдырған немқұрайлы қарайтын бар. Байжан үшін ең маңыздысы мал мүлік пен ата. Ол адам бақытты, әсіресе әйел сөйлеуі оны қызықтырмайды. Тамаша. Келесі кім? Даусын шығар. Келісеміз ба? Тыңдаймыз. Өз бақыты үшін не істейді? Күреседі. Оның батылдығы саналы тұлға екендігін дәлелдейді. Тамаша. Өз бақыты ол. Аяқтаман жоқ тәрбиеледі. Тамаша. Бармас? Біттік па? Аяқтадық па? Жақсы. Тамаша. Жарайсыздар. Балдарыңызды қосып қойыңдар. Келесі үшінші топ. Жұман. Жамал өз пайдасын ғана ойлайтын адам, Байжан, ауылдың бай беделді адамы, Жұманның әкесі, ол үшін байлықтың жорды. Жамалдың көз жасына себепкер, оның басқаны сүйекіне басқан қояды. Тамаша оқылған, иә? Сәрсенбай кеңішінде беделді бесінші көзқарасты ұстанатын бар адам. Ол үшін ата-ананың сөзі бәрінен биік. Тамаша. Сәрсенбай кім болды? Байжан. Жамал ақылды, ол білім алған жақсы көрді. Жамал байжанның сүретін ғашық болды. Тамаша. Жақсы, жарайсыздар. Өте жақсы сүйреті. Бірақ сіздер бұл жерде бір нені дұрыс ұстамаңыздар. Жаңа дискрипторда мен оқыдым ғой. Кітаппен байланыстырамыз деді. Үзінді келтіреміз деді.
Жақсы балалар, олай болса, үйге тапсырма, сабағымызды осымен аяқтаймыз. Қараңыздар, тақырып берілген, үйге эссе жазып береміз. Сол замандағы қазақ тұрмысынан түсінгенім, болмаса маған романдағы кейіпкерлер. Балалар, одан кейінгі үшінші біздегі тақырып Жамал мен Ғали әділетсіздік қоғам құрбандары тақырыбында үйге не істейміз? Эссе жазып береміз. Балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыстарыңызды бере кетсеңіздер, экранға барып, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма сіздерге, или сұрақтарыңыз бар ма? Экран тездетейік. Тамаша, жақсы, рахмет. Сабақ аяқталды, сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.